Тәттімбет қазақ халқының күй өнерінде айрықша орын алатын тұлға, шертпе күй мектебінің негізін қалаушы, соңына 40-тан астам күй қалдырған. Тәттімбет домбыра тартуды алғаш немере ағасы Әлиден үйренеді. Той-томалақта күй тартысқа түсіп, қалыс, шалыс, теріс, қосақ деген бұрау түрлерін қолданған. Бұл уақыт өте келе дәстүр болып қалыптасады. Ол Малғара атты қызбен күй тартысқа түскенде, етігін шешіп жіберіп башпайымен домбыра шертіп жеңіп кеткен екен. Өнерлі жігіт 1855 жылы ел ағаларымен бірге Петербургке барып, Александр II-нің таққа отыру салтанатына қатысады. Сол сапарында ресейліктерді күмбірлеген күйімен тәнті етіп, күміс медаль алып қайтады. Қазақтың шұрайлы жерлерін, өзен тоғайларын иелене бастаған Ресей отаршылдары Қарқаралыға да аяқ басады. Елінің, жерінің болашағына алаңдаған Тәттімбет Саржайлау, көкейкесті күйлерін шығарады. Тәттімбет күйлері қазақ операсының Інжу Маржаны, Қыз жібек, Абай симфонияларында қолданылды. Алматы консерваториясында 1971 жылдан бастап Тәттімбет атындағы шертпе күй класы бар.